Сәлем достар, менің есімім Қайырбек. Бүгін біз сіздермен тағы да ОБТ-ның тапсырмаларын шығарамыз. Бірінші тапсырма. Амфотерлі қосылысты анықтау керек. Барий гидроксиді, алюминий оксиді, стронций оксиді, калий гидроксиді және натрий оксиді. Амфотерлі оксидтерге алюминийдің оксиді жатуы мүмкін, бериллийдің гидроксиді, оксиді, мырыштың оксидтері, қорғасынның оксидтері жатады. Бұнда дұрыс нұсқа алюминийдің оксиді. Барий гидроксиді бізде негіздік гидроксид, яғни негіз болып тұр. Стронцийдің оксиді негіздік оксид, калий гидроксиді ол негіз, натрий оксиді бұл негіздік оксид. Б жауабы дұрыс нұсқа болып табылады. Екінші тапсырма. Сілтілік металдар орналасқан қатарды анықтау қажет. Бірінші нұсқа литий, натрий, рубидий, цезий, калий. Келесі калий, литий, мырыш, магний, күміс бұл жатпайды. Натрий, калий, германий, ванадий, феррум жатпайды. Калий, мырыш, темір, купрум, вольфрам жатпайды. Литий, купрум, хром, барий, никель жатпайды. Бірінші нұсқа литий, натрий, рубидий, цезий, калий. Бұлардың барлығы сілтілік металдарға жатады. Бірінші топта орналасқан. Келесі тапсырма. Ацетиленді сапалық анықтайтын реактив қандай? Ацетиленнің формуласын жазайық. Құрылымдық формуласы. Бізде еселік байланысы бар қосылыс. Еселік байланысты тотықтырып, мысалға бром арқылы, калий перманганат арқылы тотықтырып, түстің өзгеруін байқауға болады. Сондықтан осы нұсқаларды қараймыз. Этанол сапалық болмайды, реакция жүргенімен ешқандай түстің өзгеруі, немесе тұнбаның түзілуі, газдың бөлінуі байқалмайды. Азот қышқылында да байқалмайды, күкірт қышқылында байқалмайды, мыс гидроксидінде де байқалмайды. Бром суымен әрекеттескен кезде бром суының түсі бізде қызғылт, сарғыш. Ацетиленмен реакцияға түскен кезде, бром толық реакцияға түскен кезде дибром этан түзіледі. Нәтижесінде бром қызғылт, сарғыш түсін жоғалтады. Яғни осы бізде дұрыс жауап болып табылады. Келесі тапсырма. Сутек H2 молекуласындағы атомдағы электрондық орбиталь қандай? Сутектің арасында сутек байланысы бар, бір сигма байланысы бар. Сутектің конфигурациясы 1s1, екіншісінікі де 1s1, осы екеуінің де ss орбитальдері байланысып, ядро болатын болса, s орбиталіндегі электрондар байланыс түседі. Сондықтан бұл жерде дұрыс жауап ss электрондық орбиталі болады. Басқа нұсқасында pp деген бар, SD деген бар, SF деген бар, және SS деген бар. Дұрыс жауабы SS. Бесінші тапсырма. Ас содасындағы оттектің массалық үлесін анықтау қажет. Ас содасының формуласын жазайық. Натрий гидрокарбонаты. Жалпы молярлық массаны анықтаймыз, сосын оттектің үлесі қанша екенін табамыз. Натрий 23 плюс сутек 1, 12 көміртек, 48 оттек. Қосатын болсақ 24, 36, 36-ға 48 қосатын болсақ 84. Молярлық масса натрий гидрокарбонаты тең 84 грамм моль. Енді оттектікін аламыз. Молярлық масса оттек 3 атомын есептеген кезде 48 грамм моль. Осы жерде массалық үлесін пайызбен есептейтін болсақ, 84 100%, 48 x тең 57-те 1%. Дұрыс жауабы натрий гидрокарбонаты құрамындағы оттектің массалық үлесі 57-те 1% болады екен. Осымен оқушылар, біз бүгінгі алғашқы 5 есепті шығарып көрдік. Келесі видеоларымызда тағы да жалғастырамыз. Сау болыңыздар.